Баршаңызға сәлем оқырмандарым. Бүгін бауырды оңай әрі тез, ерекше жұмсақ етіп пісіріп алудың әдісін көрсететін боламын. Енді бауыр кез келген үйде табылады. Жалпы сатып алсаңыздар да өте арзан тұрады. Соғымнан қалған бауырдан осылай ерекше етіп жасап көрсеңіздер болады. Дәмі шашлыққа ұқсайтын болып шығады. Ең бірінші бауырымыздың екі жағындағы жаңағы пленкасын пышақпен шетін кішкене ғана тіліп жіберсеңіз, кейін осылай қолыңызбен тартсаңыз оңай алынатын болады. Екі жағын толықтай осындай пленкасын алып аламыз. Жалпы таза бауырдың адам ағзасына тигізер пайдасы өте көп. Қан көбейтеді және бауырды тек қана қуырып қана жеп қана қоймай, котлеттер жасауға болады, және бауыр тортын жасауға болады. Тіпті салатқа да қоссаңыздар, әртүрлі салаттар бар бауырдан жасалатын. Өте дәмді және рулет түрінде дастархандарыңызға ұсынсаңыздар әдемі көрінетіні анық. Міне көргендеріңіздей бауыр осылай қолмен оп-оңай пленкасын алып тастауға болады. Оның үстінен ыстық су құйып алып өтудің қажеті жоқ. Өткен кезде бауыр пісіп қалуы мүмкін. Сол себепті осылай міне қолыңызбен тек шетінен осылай тартсаңыз өзінен өзі пленкасы алына береді. Құрметті оқырмандарым, алдағы жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаның үстінен басып, және осы видеоның таралуына көмектеріңізді тигізіп, группаларға, WhatsApp желісінде достарыңызға барлығына жіберіп бөлісуді ұмытпаңыздар. Бауырды өзіңізге ұнайтындай көлемде турап аласыздар. Әркім өзі қалағандай ірі етіп, немесе орташа етіп жаңағы бөліп кесіп алсаңыз болады. Мен осылай ұзын екіге бөлдім де, одан кейін шетінен осылай жұқалап, міндетті түрде жұқалап турайтын боламыз. Орташа көлемде турадым. Барлығын осылай міне жұқалап, асықпай кесіп аламыз. Турап алған бауырларымызды енді бөлек ыдысқа саламыз және ас содасын қосатын боламыз. Біздің бауырымызды ерекше әрі тез жұмсақ етіп пісірудің негізгі құпиясы осы ас содасын қосуда. Ас содасының ешқандай да зияны жоқ, онан қорықпаңыздар. 2 ас қасық ас содасын қосып, жақсылап тұрып араластырып, бетін жауып 15-20 минуттайға қойып қоямыз. Жалпы өзінің ас содасының қопсытқыш, жұмсартқыш қасиеті болады. Осы бауырдың тез пісуіне жақсы көмектеседі. Біздің бауырымыз 15-20 минуттай тұрды. Жақсылап тұрып 5-6 қайтара жуып алдым салқын сумен. Енді үстіне дәміне қарай тұз және бұрыш қосатын боламыз. Бұл жерде мен көз мөлшерімен қостым. Жалпы бауыр тұзды жақсы көретін болғаннан кейін 1 шай қасықтай тұз қостым және кішкене жарты шай қасықтай қара бұрыштан қосып, тағы да жақсылап бір-біріне сіңетіндей етіп араластырамыз. Енді бауырымызға 3 ас қасықтай ұн қосамыз. Басқа ешнәрсе қоспаймыз, тек осы ұнымызды қосып, тағы да араластырамыз. Табамызға аздаған май құйып, астын қыздырып, шетінен осылай тегіс етіп жая отырып бауырымызды саламыз және екі жағын аунатып, қызарта отырып қуырып алатын боламыз. Жалпы бауырымыз ас содасында маринадталғаннан кейін тез пісетін болады. Піскен-піспегендігін пышақпен тексеріп қарап отырамыз. Байқасаңыздар, қуыру барысында бауырымыз кішкене көтерілгендей күйге енетін болады. Ол біздің жаңағы содада маринадталғанның әсері. Сонда міне осылай бауырымыз өте әдемі болып піседі. Дәмі шашлыққа ұқсайды. Осылай бауырымызды қызартып, қуырып алғаннан кейін оны пиязбен жеген өте дәмді болады. Қасына мен 1 пиязды турап, өзіңіз қалағандай етіп, шикілей қоссаңыз да болады, немесе қуырып қоссаңыздар да болады. Сол табамызға салып, қайтадан кішкене сарғайғанша пиязымызды
пиязыңызды міне осылай бауырдың үстіне қойып ұсынсаңыз болады. Өте тез, өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ал енді біздің бауырымыздың қазір қандай болып шыққан дәмін татып, Нұрислам өзінің ойын айтсын. Ал Нұрислам, дәмін көр. Жұмсақ, өте дәмді, шашлык сияқты. Шашлик сияқты, иә? Ас болсын.